Қайырлы күн балалар. Қазақ тілі сабағының 26-шы сабағы. Бүгінгі тақырып Ф дыбысы. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты Ф, В, Ц әріптер бар сөздерді сауатты жазуды үйрену. Балалар, Ф қандай дыбыс? Кәнеке қайталайық. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Мысалы, фабрика, телефон, телеграф. Оны біз жаттап аламыз. Кәнеке балалар, бүгін Ф дыбысының екінші сабағы болғандықтан біз бірден жаттығуларға көшеміз. Оқулықтың 54-ші бетін ашық қойыңыздар. Онда 27-ші жаттығу бар. Оны біз ауызша орындаймыз. Оқылым, айтылым. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беруіміз керек. Сөзді және басқа дыбыстарды кез келген қашықтыққа жеткізу үшін америкалық профессор Александр Грэхэм Белл 1876 жылы телефонды ойлап тапты. Тиісті адамыңмен сөйлесу үшін байланыс желісінің екі басында да әрі телефон, әрі микрофон болуы шарт. Микрофон мен телефонды біріктіретін құрылғыны микротелефон деп атайды. Кәдімгі телефон трубкасы деп жүргеніміз осы. Ол телефон аппаратымен сым арқылы жалғастырылған. Бұл үзінді балалар, ол кім, бұл не кітабынан үзінді екен. Кәнеке балалар, енді сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Телефоннан басқа қандай байланыс құралдарын білесіңдер? Мәтіннен Ф дыбысы бар сөздерді табайық. Профессор, телефон, микрофон, микротелефон. Таптық па балалар? Ендеше оқулықта тағы бір сұрақ бар. Досыңа қоғамдық орында ұялы телефонды пайдалану ережесі бойынша нұсқаулық дайында деді. Кәнеке балалар, қалай ойлайсыңдар? Қоғамдық орындарда, автобустарда, көшелерде, мектепте, немесе бір ғимараттарға барғанда, тіпті қонаққа барғанның өзінде де қалай пайдаланамыз телефонды? Ендеше, сендер нұсқаулықтарыңызды дайындағанша, мен сіздерге аздап көмектесейін. Қоғамдық орында ұялы телефонды пайдаланудың көптеген ережелері бар. Мысалы, басқаларға кедергі келтірмей, өз мақсатыңда қолдану. Қоғамдық орын болғандықтан, ұялы телефонның дауысын жоғары қою міндетті емес. Және адамдармен сөйлескенде дауыстап, айқайлап емес, жаймен ғана сөйлесу керек. Егер қоғамдық орында сөйлесу ыңғайсыз болса, кейін хабарласатыныңды айту керек. Егер телефон қымбат болса, оны басқалардың көзінше көп қолдануға болмайды. Өйткені қоғамдық орында ұялы телефоныңнан айырылып қалуың мүмкін. Сол секілді қонаққа немесе үйге қонақ келген кезде телефонға үнемі шұқшиып отыруға болмайды. Үнемі көп сағат телефонда уақыт өткізетін балалардың көз көру қабілеттері нашарлайды. Сондықтан телефонды бір сәт шетке ысырып қойып, айналамыздағы адамдармен сөйлесіп, бауырларымызға көңіл бөлуіміз керек екен.
Жарайсыңдар балалар, мен сендердің қоғамдық орындарда телефонды қалай пайдалану туралы нұсқаулықтарың болса, тыңдауға дайынмын. Оны видео байланыс арқылы маған жіберсеңіздер болады. Кәнеки балалар, жазбаша жаттығу орындайық. 28-ші жаттығу 55-ші бетте. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазуымыз керек. Бірінші, Алматы кілем істейді дейді. Астында керекті сөздер оқулықта көрсетілген. Микрофон, фабрикасында Фарида, фарфор. Яғни, мен үлгі ретінде бір сөйлемді жаздым. Қалғанын өзіміз жазамыз. Бірінші сөйлемге қарайық. Фарида Алматы кілем фабрикасында істейді. Көрдік пе? Анам қандай шәйнекті күтіп ұстайды? Ненің алдында сөйлеп тұрған құралай екен? Мінекей, астындағы керекті сөздерді өзіміз қойып шығамыз, мәтінді әдемілеп көшіреміз. Және бұл жерде Алматы кілем, бұл фабриканың аты болғандықтан тырнақшаға алынған. Тырнақшадағы баспаша тырнақша мен жазбаша тырнақшаға назар аударыңыздар. Балалар, 29-ші жаттығуда және 30-ші жаттығуды біз жазбаша өз бетімізбен орындаймыз. Қараңыздар. 29-ші жаттығуда былай дейді. Сиқырлы телефон ойынын ойнайық. Келесі сөз алдыңғы сөздің соңғы дыбысынан басталсын. Және сөздің құрамында Ф дыбысы болатын болсын дейді. Балалар, қараңызшы. Шкаф деген сөз Ф дыбысымен аяқталып тұр, солай ма? Демек, мен келесі сөзді Ф дыбысынан бастаймын. Менің үлгіме қараңыздар. Шкаф Ф-дан аяқталып тұрса, Ф дыбысынан. Фотоаппарат дедім. Фотоаппарат сөзі Т дыбысынан аяқталып тұр. Т-дан басталатын ішінде Ф дыбысы бар. Қандай сөз бар? Мысалы, телефон. Бірақ ол телефон Н дыбысымен аяқталады. Ішінде Ф дыбысы бар. Н әрпінен басталатын, Н дыбысынан басталатын сөз ойлап табуыңыз керек. Немесе өздеріңіздің нұсқаларыңызды да, фотоаппарат емес, басқа өздеріңіздің нұсқаларыңызды да таңдауға әрине болады. Енді 30-ші жаттығуға назар аударайық. Онда ребусты шеш дейді. Ребусты шешеміз. Ребустың шешуіндегі сөзді құрастырып, сөйлем құра дейді. Тек қана бір ғана сөйлем құраймыз. Тапсырма түсінікті ме, балалар? Өте тамаша. Балалар, сабақтың соңында бір ауыз сөзбен рефлексия береміз, кері байланыс. Яғни барлығы түсінікті ме, әлде есте сақтадыңыздар ма? Керекті смайликтің суретін дәптерге қоюға болады, немесе осы видеоның астына қалдыруға болады. Жақсы, сау болыңыздар.